Қайырлы күн, құрметті салық төлеушілер. Бүгін біздерде кезекті тікелей эфир. Тікелей эфиріміздің тақырыбы жаңа салық кодексі бойынша салықтық тексеру жүргізу тәртібі. Бұл жөнінде маған осы Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің аудит басқармасының бас маманы Байсанова Кәмшат Заузатқызы көмектесетін болады. Саламатсыз ба, Кәмшат Заузатқызы? Бізде осы тақырып бойынша бізге айтып берсеңіз. Саламатсыз ба тағы да. Қайырлы күн, құрметті салық төлеушілер. Өздеріңізге белгілі 2026 жылдан бастап жаңа салық кодексі күшіне енді. Соның ішінде салықтық тексерулер жүргізу тәртібі де өзгерді. Жаңа салық кодексінде салықтық тексеру жүргізу тәртібі 151-173 баптары аралығымен қамтылған. Ең айта кету қажет, ең алдымен басты енгізілген өзгеріс ол бұрын салықтық тексеруге жалпы барлық кәсіпкерлер, барлық кәсіпорындар бірдей жиі түсіп отыратын. Қазіргі жаңа салық кодекстің мақсаты салықтық тексерулерді қысқартып, салықтық тексеруге тек қана тәуекелі жоғары топқа жататын салық төлеушілерді енгізу болып табылады. Яғни жаңа салық кодексі бойынша тәуекелдер жүйесін басқару енгізілді. Яғни бұрын қазір салық тексерулер жалпы саны қысқарып, салық тексерулер тек қана күмән тудыратын жағдайларда ғана тағайындалып отыратын болады. Негізгі мақсат адал жұмыс жүргізіп, салық төлеуден жалтармай жұмысын жүргізіп отырған салық төлеушілерге артық салық тексерулерді жүргізбеу және салықтық жүйесін әділ ету мақсаты болып табылады. Сонымен қатар салықтық тексерудің жалпы түрлері сақталды. Олар кешенді тексерулер, тақырыптық тексеру, қарама-қарсы тексерулер, қарсы тексеру және хронометраждық тексерулер осындай түрлерге бөлінеді. Биылдан бастап салықтық жүктеме коэффициенті енгізілді. Яғни, егер компанияның салықтық жүктеме коэффициенті салалық деңгейдің 90%-нан жоғарғы болса, бұндай салық төлеушілерге кешенді салық тексерулер тағайындалмайды. Салықтық тексеруге қатысты барлық құжат айналымы нұсқамадан басқа. Барлық құжаттар, ол дегеніміз салықтық тексерудің нәтижесі туралы хабарламалар, салықтық тексеру мерзімін ұзарту жөніндегі хабарламалар, немесе салықтық тексеру мерзімін тоқтата тұру, немесе оны қайта бастау жөніндегі хабарламалар, құжаттарды ұсыну жөніндегі талаптарды орындау мерзімін талаптар және басқа да салықтық құжаттар жаңа салық кодексіне енгізілген өзгерістерге байланысты қазір электронды түрде жіберіліп отырады. Бұрын бұндай құжаттар салық төлеушіге қолма-қол қолын қойғызып, қағаз жүзінде ұсынылып отырды. Қазір салық тексеруші мен салық төлеушінің арасындағы өзара қарым-қатынас, физикалық өзара қарым-қатынасты қысқартып, жалпы құжат айналымын салық төлеуші үшін де, салық тексеруші үшін де ыңғайлы әрі тез болу мақсатында, салықтық тексеру мерзімін ұзаққа созбау мақсатында осы электрондық құжат айналымы енгізілді. Салық төлеушіге тексеру тағайындау туралы нұсқама 3 жұмыс күні ішінде ұсынылу қажет. Бұрынғы салық кодексі бойынша салықтық нұсқаманы ұсыну үшін уақыт белгіленбеді. Қазір жаңа салықтық кодексі бойынша 3 жұмыс күні ішінде салықтық тексеруді тағайындау туралы нұсқама салық төлеушіге ұсынылып болу қажет. Және нұсқама алған күннен бастап салық төлеуші салықтық тексеру мерзімі 30 жұмыс күні ішінде аяқталу қажет.
Және бұл жерде айта кету қажет, бұл мерзім 30 жұмыс күні салықтық тексеруді тағайындап отырған, жүргізіп отырған органмен 40 жұмыс күнге дейін, ал жоғарғы тұрған салық органымен 50 органның шешімімен 50 жұмыс күніне дейін ұзартыла алады. Ол жаңа салық кодексімен. Бұрынғы салық кодексі бойынша жоғарғы тұрған салық органның шешімімен 60 жұмыс күніне дейін салықтық тексеру мерзімін ұзартушы едік. Қазіргі ол салықтық тексеру мерзімі қысқарып, ол 50 жұмыс күніне дейін уақытты алатын болды. Айта кету керек, және қазіргі таңда құжаттарды ұсыну туралы талапты орындау мерзімі де қысқарды. Салық тексеруші салықтық тексеру жүргізбес бұрын немесе жүргізу кезінде салық төлеушіге бұрын талап құжаттарды ұсыну үшін талап жіберілетін еді. Және де бұл талаптың орындалу мерзімі бұрынғы салық кодексі бойынша 30 жұмыс күнін құраған болса, қазір жаңа салық кодексі бойынша бұл мерзім 10 жұмыс күнге дейін қысқартылды. Яғни бұл деген сөз жаңа салық кодексінде біршама салық төлеушіге деген ыңғайлы жағдайлар жасалынды. Айта кету керек, салық төлеушінің өзінің өтініші бойынша ғана, егерде ол құжаттарды сол 10 жұмыс күні ішінде дайындап үлгермей жатса, немесе жоғалтып алған жағдайларда оны қайта қалпына келтіру мәселесі туындайтын болса, салық төлеушісі өзі өтініш беріп салық органына бұл мерзімді 30 жұмыс күніне дейін ұзарта алады. Және биылғы енгізілген ең басты өзгерістердің бірі, ол микро және шағын бизнес кәсіпкерлеріне салықтық құжаттарды ұсыну туралы талап тек 2 рет қана ұсынылады. Жалпы салықтық тексеру процесі кезінде 2 рет қана талап ұсынылады. Бұрын мұнда шектеулер болмап еді. Және сәйкесінше осы талаптарды орындау мерзіміне салықтық тексеру мерзімі тоқтата тұрады. Салықтық тексеру тоқтата тұру жөніндегі хабарлама да қазір электронды түрде ұсынылатын болады. Ол 3 жұмыс күні ішінде жіберіліп отырамыз. Егер де салық төлеуші сол хабарламаға уақытында жауап беріп, тиісті құжаттарды жаңағыдай айтқандай 10 жұмыс күнінде немесе созған уақыт ішінде 30 жұмыс күн ішінде ұсынылған болса, салықтық тексеру мерзімі қайта басталатын болады. Және салық кодексінің бұл жалпы тәртібі салық тексеру мерзімін тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы жалпы мағлұмат ол салық кодексінің 163 бабының 6 тармағында толықтай қарастырылған. Жалпы алғанда шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері бойынша салықтық тексеру мерзімі осы жалпы құжат айналымы кеткен уақыт, тоқтата тұруға кеткен уақыт, оны ұзарту, созуға кеткен уақыт, жалпы алдын ала тексеру актісіне шағымдарды қарастырылуға кеткен уақыт барлығын қоса алғанда жалпы 180 күнтізбелік күннен аспау қажет. Ол да биылғы енгізілген жаңашылдықтардың бірі. Бұрын бұндай қағидат белгіленбеді. Камшат Озатқызы, бұл айтқан өзгерістер салық төлеушілерге ыңғайлы деп ойлаймын. Арасында да бұрын салық төлеушілерге нұсқаманы беру уақыты шектелмеген еді. Бұл 3 күн болып белгіленген. Одан кейін тағы талап құжаттарды сұрату шағын орта бизнеске бұрын ол да шектелмеген еді. Қазір тек 2 деп шектелгенді, 2 деп. Ол да салық төлеушілерге ыңғайлы деп ойлаймын. Бұрындары қанша болса да 10 рет болса да бере беретін еді құжаттарды, ыңғайлы деп ойлаймын. Енді бір сұрақ, осында қандай себептермен кәсіпкерлер салықтық тексеру негіз болатындай тәуекелі жоғары кәсіпкерлер тобына түсіп жатады? Жалпы сұрағыңызға рахмет. Бұрын бұл жерде бір нәрсені дұрыс түсіндіргім келіп отыр. Бұл жерде тәуекел салық органдары кәсіпкерлерді тәуекел тобына себепсіз енгізбейді.
тәуекел деңгейі ол арнайы толықтай талдаудан жүргізіледі, талдау арқылы анықталады. Мысалы, егер салық төлеушінің айналымы, тауар айналымы дейміз, жалпы табысы айналымы жоғарғы болып, алайда оның бюджетке дейін төлейтін салығы төмен болса, жаңа айтып өткендей, жүктеме коэффициенті енгізілді дедік қой, содан төмен болса, және жалпы айналымына сәйкес оның басқа да салалық деңгейдегі өзі сияқты салада жұмыс жасап отырған кәсіпорындардан да төмен салық төлейтін болса, және де есептіліктердегі мәліметтер біздің басқа да ақпарат көздерінен алған мәліметтерден ерекшеленіп олардың көздерімен сәйкес келмесе, және жалпы салық бұзушылық фактілері анықталған жағдайда салық төлеушілер осындай тәуекел тобына енгізіліп, оларға салықтық тексеру жүргізілу қажет болады. Рахмет, Кәмшат Дәулатқызы. Уақыт тауып біздерге осы жаңа салық кодексі бойынша салықтық тексеру жүргізу тәртібін толық айтып бергеніңізге. Осыменен тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.